Сәлем қыздар, бүгін біз кепкен жемістерді жуып, қайтадан құрғатуды үйренеміз. Ең алдымен осындай кепкен жемістердің бәрін салқын суда жуып аламыз. Бір-екі рет шаямыз. Шайған кезіңізде кәдімгідей қоп-қоңыр кір су шығады. Содан кейін жуып әкеп осындай жаймаға жайып суын сорғатамыз. Дәндерді пешке салып, баяу отта қыздырып алуға болады. Аны өрік, мейіз дегендер осында ыдыста тұрып кебеді. Міне дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай жуылған құрғақ дәндерді пештің табасына салып жатырмын. Ал мынау енді пештен қызып, сақырлап кеуіп шыққан түрі. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы құрғақ жемістеріміз кеуіп, дастарханға қоюға жарады. Енді алып келіп, арнайы ыдысымызға реттеп сала бастаймыз. Міне қыздар, құрғақ жемістерді жуып, оны қалай кептіру жолдарын көрсеттім. Менің каналым ұнап жатса, қолдау білдіріп, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова.